Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын қытырлақ фри жасайтын боламыз. Жасалу жолы оп-оңай және де өте жылдам дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картошкаларды қабығынан ашып, ұзыншалап турап аламыз. Салқын суға крахмалын кетіріп жақсылап жуып аламыз. Енді майлықтың үстіне қағаз салфеткаларды төсеп, картошкаларды жайып кептіріп алатын боламыз. Картоптарды араларын ашып, осылай қағаз салфетканың үстіне жайып шығамыз. Тезірек кебу үшін картоптардың үстіне де мен қағаз салфетканы қойып шығамын. Бөлек ыдысқа кукурузный крахмалды саламыз. Оның үстіне 1 шай қасық паприка және 1 шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кепкен картоптарымызды осы крахмалға салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майға картоптарымызды салып, қуырып алатын боламыз. Газдың астын қатты ашпаймыз, орташадан сәл төмендеу баяу отта 3-4 минутта біздің фриларымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Ыстықтай фридің үстіне кішкене тұз сеуіп жіберемін, сол кезде тұзы кіріп, дәмі әдемі болып тұрады. Осымен біздің фриіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Фастфудтағы фрилардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.